Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 121 сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі сын есім. Дара және күрделі сын есімдерді ажыратуды үйренемін. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймын. Қатені табамын және түзеп жазамын. Бірінші жаттығу. Кестедегі сөздерді оқы. Дара сын есім: ақ, қара, жасыл, сүйір, үлкен. Күрделі сын есім: ақ ала, қара торы, сары ала. Сын есімдерді салыстырып, қандай сын есім дара, қандай сын есім күрделі болатынын өзің айтып көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Дара сын есім ол бір сөзден тұрады. Ақ, қара, қызыл, қоңыр деген сияқты. Ал күрделі сын есім екіне одан көп сөзден тұрады. Мысалы, қара торы, сары ала. Төмендегі мәліметті қарап оқып көрейік. Сын есім дара және күрделі болады. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Мысалы, көк, қою. Күрделі сын есім екіне одан да көп сөздерден тұрады. Мысалы, ақсары, көк ала. Күрделі сын есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Екінші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Ең алғашқы ұшу құралы қандай болған? Адам баласы ерте заманнан-ақ жан-жағында ұшып жүрген құстарға, аспанда қалықтап жүрген бұлттарға қарап, солар сияқты ұшуды армандаған. Ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарған. Қазақ ертегілеріндегі ұшқыш кілем де соның бір көрінісі. Адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарын ойлап тапқан. Ол ыстық ауамен толтырылып, сол арқылы көкке көтерілген. Кейіннен дирижабль деп аталатын ұшу құралы жасалады. Мәтінде адам баласының арманы ұшу болғанын, ұшу туралы неше түрлі аңыздар мен ертегілер ойлап шығарғанын айтылған. Және де адамдар ең алғаш ұшу құралы ретінде әуе шарларын ойлап тапқан. Ұшу аппараттары туралы энциклопедиядан біліп ал. Мәтіннен сын есімді тауып, дара, күрделі екенін ажырат. Мәтіндегі ыстық сөзі дара сын есім болып табылады. Жаңылтпаштың қатесін түзеп, көшіріп жаз. Ұшақ құсша ұшар, ұшақ ұшса ұзақ ұшар. Келесі төртінші жаттығу. Ребусты шеш. Қарға сөзінен ға сөзін алып тастаймыз. Лақтан екі жанынан л және қ әрпін алып тастаймыз. Сонда қара сөзі шығады. Қара сөзі дара сын есім. Шешуіндегі сөз сын есімнің қай түріне жатады? Дара сын есім. Сол сөзбен сөйлем құрап жаз. Менің қара сөмкем бар. Қара сөмке өте үлкен. Менің ұнататын түсім қара түс. Жарайсыңдар балалар. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңдер.